Бүгін міне біз 12-740 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымызды абыроймен атқарып, өз үйімізге оралуға жол тарттық. Осы бір жыл ішінде бізге үйреткен жауынгерлік даярлық барысында жоғары меңгеріп, қатаң әскери тәртіпті үйрене білдік. Осы әскери тұста біз өзіміздің офицерлер мен сержанттарымызға үлкен алғыс айтқым келеді. Алғыс айта отырып, біз артымыздан келетқан жас сарбаздарға тек біздің жауынгерлік даярлық барысында үйренгенімізді жете меңгеріп, және саптық тұрысты, жауынгерлік даярлықты қатаң түрде меңгеруіне тілектеспін. Сегодня войсковой часть 12740 прошло торжественное мероприятие. Зачитали приказ об увольнении в запас нашим ребятам. Хотелось бы пожелать всем убывающим нашим ребятам, чтобы они достойно пришли домой, счастливо, так сказать, чтобы все было у них замечательно, и дома встретили родные и близкие. Нас за год многому научили здесь. Боевая подготовка была, физическая подготовка, где-то местами тяжело, где-то хорошо было. Также проходили учения Айбалта 2024 года. Все прошло замечательно, год прошел очень хорошо, очень быстро. Хотелось бы пожелать молодому пополнению, чтобы они заполнили наши места и тоже так же достойно, как и мы, отслужили.